егер өте мықты спортшы, ендеше көрейік қазір. Ал оның қарсыласы Қытай балуанының тәжірибесі өте зор. Ал көрейік, Айпер міне бірден іске кірісті. Жалпы жоғарыда біз атап өттік қой. Осы бірінші Олимпиада ойындарына Белградта аяқталған әлем чемпионаты бірінші кезең 5 жолдама. Сол 5 жолдаманың бірі осы Қырғызстан құрамасының палуаны. Яғни алғашқы үздік 5 палуанға берілді. Алғашқы 5 палуан Бішкекте сәуір айында өтетін осы салмақта Қырғызстан палуандары белдеспейді. Белдеспейді, өз елінде түссе де белдеспейді. Белдеспейді. Бөтен елдердің, оның ішінде мысалы Азия құрлығының елдері осындай құрлық іріктеу турнирлерден Олимпиадаға қатысатын мүмкіншілігі болады. Күресті дамыту керек қой. Дамыту керек, дұрыс айтасыз. Сондықтан мысалы Еуропа елдері Бакуде өтеді. Жолдама ұтып алған палуандар келесі іріктеу жарыстарына қатыспайды. Ал енді жалпы осы қырғыздарда біз әрине грек-рим күресіндегі екі мықтыға көбірек тамсанамыз, бірақ қыздарының күресінде өте мықты болып келе жатыр қазір. Осы Айперден бөлек тағы бір мықты спортшысы бар. Айсұлу Тыныбекова. Айсұлу Тыныбекова бар. Демек жалпы үш дүркін әлем чемпионы. Осы алты салмақ дәрежесінде Қырғызстан құрамасы, әйелдер құрамасы екі жолдаманың иегері. Бәрекелді, тамаша. Осы 68-де тағы да бар. Белградта өтетін әлем чемпионаты, Азия ойындарының қарсаңында Алматыда сіздер баспасөз мәслихатын өткіздіңіздер. Сонда біз грек-рим күресінен Қазақстан ұлттық құрамасының бас бапкері Юрий Мельниченкоға осы сұрақты қойдық. Неге мысалы Жоламан Шәрсенбеков, Ақжол Махмұтовтар мықты, бізде сондай балуандар шығаруға болмай ма дегенде, Юрий Мельниченконың жауабы қызық болды. Олар нақты жұлдыздарға жұмыс істеп жатыр, ал біз команданың жұлдызы болуға тырысып жатырмыз деді. Осындай мүмкіндік бола ма жалпы команданың жұлдызы болатындай? Иә, енді жалпы мына командалық, жалпы мына біріккен күрес әлемінде командалық жарыс тек қана әлем кубогы. Жалпы енді бұл жекпе-жек спорт түрі болғаннан кейін әрине жеке мықтылар шыққаны маңызды ғой сонда, иә? Бірақ та енді сондай сіздер жоғарыда жаңа атап өткен Қырғызстан, жалпы Қырғызстан емес, бүгінгі таңда әлемдік деңгейде топ жарып жүрген Қырғызстан құрамасы енді осындай Юрий Мельниченконы менің түсінігімде осындай командада осындай топ басшы спортшылар болу үшін жұмыс істеу керек. Сондай мысалы бүгінгі таңда көріп отырмыз, мына Айпера Медетқызы, Айсұлу Тыныбекова, Ақжол Махмудов деген соның артында осы спортшылардың алдында жас палуандар жақсы өнер көрсетіп, кешегі күні міне Рызақ Бишекеев деген палуан 19 жасында осы 67 келі салмақ дәрежесінде Азия ойындарының жүлдегері. Әрине осы ұлттық команда болғаннан кейін осындай атмосфера керек дейміз ғой, осындай сол кезде жақсы палуандарымыз шығады деген ойда деп білемін. Демек, қазіргі мына біз айтып отырған Жапон қыздарының құрамасы сияқты команданың жұлдызы қылатындай, әрқайсысы жарып шығатындай бір мықты командалар керек қой шынында. Иә. Ал енді оған енді уақыт керек. Уақыт керек, дұрыс айтты. Ал Айпердің мұрны қанап кеткен сияқты қазір қараңыздар. Жарақат. Кездейсоқ адамдар болмайды. Және де мысалы белдесуде жарақат алған жағдайда тек осы дәрігерлер шешім қабылдайды. Төрешілер араласпайды. Бірінші төреші жаттықтырушылар араласа алмайды. Олар тек шешім қабылдайды. Бұл енді спортшылардың денсаулығының мақсатында ғой, сақтау керек. Қазір 1-0 жаңағы Қытай спортшысының белсенділігі. Елена Шалыгина 2013 жылы жеңімпаз атанған, сол жалғыз палуанымыз осы чемпион әзірше. Енді 68 келі салмақ дәрежесінде Елена Шалыгина бүгінде жарыс жолына шығады ғой. Жарыс жолына шығады. Осы 2 жыл бұрын үлкен спортқа қайтып келді. Енді көреміз. Әлем чемпионатына қатысты. Міне енді қарап жүреміз. Енді жалпы күрес дегенде құлағымыз түрініп жүреді ғой. Нилуфар Раимова мысалы жастар арасында әлем чемпионатында жалпы келе жатқан толқын қалай сіздің ойыңызша? Енді бүгінгі таңда мына әйелдер күресі, оның ішінде жаңа 68 келі салмақты айтып өттік қой, Елена Шалыгина. Топ басшы міне 76 келіде Жамиля Бақбергенова болса, 68 келі салмақ дәрежесінде енді бірнеше кезеңдерді Қырғызстанда өткізді, бір көптеген жарыстарға қатысты. Сондықтан үмітіміз зор әйелдер күресінен. Бұл да грек-рим еркін күрестері сияқты Олимпиада ойындарында, міне Азия ойындарында алты салмақ дәрежесінде жеңімпаз бен жүлдегерлер атанады. Өте жақсы. Сондықтан енді жалпы әртүрлі, мысалы Иранда әйелдер күресі, Иран мысалы осындай Азия чемпионаттарын, әлем чемпионаттарын ала алмайды. Ол бүгінгі таңда біріккен күрес әлемінің саясаты 3 күрес түрі де қарқынды даму керек әр елде. Сондықтан
Дегенмен кешегі жарыс күнде Иранның бір әйел балуаны шықты. Енді ақырындап ол елде дамытып жатқан сияқты. Иә, енді бүгінгі таңда осындай жағдай болып жатқанын айтамыз. Сондықтан әрине әйелдер күресіне бүгін жалпы спорт түріне көңіл бөлуде. Мемлекет тарабынан жергілікті атқару органдарының қолдауымен осы қарқын дамып келе жатқан спорт түрлерінің бірі. Енді кеше күні айтамыз, сол әлем чемпионатында қатарынан 3 рет Жәмила міне жүлде ұтып алды. Неге? Тамаша. Екі күміс, бір қоласы бар, иә? Өте жақсы. Енді мына осы әрине бұл ұлттық құраманың жалпы сіздің айтып отқан пікіріңізбен толық келісемін. Біз осындай үлкен додаларда біздің спортшылар есе жіберді, ұтылып қалды деп айтамыз ғой, мысалы. Ол бірақ та енді бұл жүйе деген балалар жасөспірімдер спорт мектебінен басталады. Іріктеу, аудан біріншілігі болады, облыс біріншілігі болады, ел біріншілігі. Сөйтіп осы кезеңдерді ұлттық құраманың жақсы нәтиже көрсету үшін осындай біз жетістікке қол жеткізуіміз керек. Сондай бір қалыптасқан жүйе. Енді сол айтып отырмыз. Бүгінгі Белградта аяқталған әлем чемпионатында, осы еркін күрестің тарихында Ризабек Айтмұхан әлем чемпионы атанды 19 жасында. Әрине осы палуанның көрсеткіші, бұл жалпы осындай тарихи көрсеткіші, бұл осындай жүйе дұрыс келатқан көрсетеді деп білемін. Сондықтан бұл тек қана жеке бапкерінің жетістігі емес, ұлттық құраманың жалпы сондай жарық көрсеткіші. Сондықтан әрі қарай осы еркін күресінің жаңа тарихы, жаңа беттер ашылып жатыр әлем чемпионымен. Жаңа жеңіс беттері, жеңіс парақтары ашылып жатыр. Сондықтан осы еркін күрестің жанкүйерлеріне үлкен жетістікпен құттықтаймыз. Оны әлде де айтамыз осы күндері. Міне белдесу аяқталды. 2-1 есебімен Айпері Медетқызы басым түсті. Бұл жерде Айпері жалпы қарсыластың қателігін сәтті пайдаланды деуімізге болады. Ал қазір 3-ші кілемде Рахат Қалжан, қырғыз балуаны